Баршаңызға қайырлы күн. Менің гүл сүйер оқырмандарым, мен сіздерге бүгінгі видеомда гибискус гүлін таныстыра кетейін. Гибискус Қытай раушаны гүлінің отаны оңтүстік шығыс Азия болып келсе, ал гүл жару мерзімі көктемнен қара күзге дейін жалғасады. Бұл гүл түрін Гавай аралындағы нәзік жандылардың гүлі деп атаған. Жергілікті қыздар әсемдік үшін раушан гүлдерін шаштарына қыстыратын болған. Тіпті 18 ғасырдың басында Еуропаның кейбір ботаникалық бақтарының сәнін келтіріп, келушілерді тасмандырған. Осы күнге дейін Қытай раушан гүлі ең бір қалаулы әрі кең тараған бөлме өсімдіктерінің бірі болып саналады. 15-тен аса түрі бар. Бұл гүлді үйден гөрі жұмыс орнында өсірген абзал. Жарығы күн көзінде өскенді қалайды. Көлеңке жерде гүлдемейді, әрі жапырақтары ұсақталып кетеді. Жылуы қыста ауа температурасы 12 градустан төмен болмағаны дұрыс. Суғарылуы жазда жиі, қыста сирек суғару керек. Ылғалдылығы жапырақтарын тазарту және ылғалдандыру мақсатында су бүркіп тұрған пайдалы. Құрғақ ауадан жапырақтары сарғайып кетуі мүмкін. Жылу құбырынан алшақ қою керек. Қоректендірілуі айына 2 рет минералды тыңайтқышпен қоректендірген қажет. Аурулары жапырақтарына таза ұстаса, ауруға көп шалдыға бермейді. Көбейтілуі қалемшесін арқылы ақпан-наурыз айларында көбейтуге болады. Қалемшесіне бірден топыраққа отырғызып, тамырландырған жөн. Қалемшесін топыраққа отырғызғаннан кейін банкамен өніп жапырақ алғанша жауып қояды. Қытай раушаны немесе гибискус бұл мәңгі жасыл өсімдік. Гибискустың қою жасыл жапырақтары мен үлкен гүлдері бар. Олар өсімдіктерге қарай әр түрлі болады. Бұл гүл өте әсерлі көрінеді және үйде, мекемелер мен кеңселерде өсіру үшін қолданылады. Көбінесе үйдегі өсімдік кесу арқылы көбейтіледі. Отырғызу материалы тамызда жас бұтақтардан кесіледі. Сондықтан өркенді 2 немесе 3 аралық болады. Кесуді құм араласқан шымтезек субстратына отырғызғаныңыз жөн. Шыны банкамен немесе полиэтилен пакетін жабыңыз. Жас өсімдіктің тамыры шамамен 1 айдан кейін пайда болады. Осыдан кейін гүлді диаметрі 10 см-ден аспайтын кастрюльге отырғызыңыз. Яғни топырақтарын араластыру кезінде сізге кедергі жасайтын топырақты қолданыңыз. Жас өсімдікті жапырақты бұтаға айналдыру үшін бастың жоғарғы жағын қысыңыз. Содан кейін бүйірлік қашудың өсуіне жақсы жағдай жасайды. Гибискусты көктемде жерін ауыстырған өте пайдалы. Жерін ауыстыру 5 жасқа толғанға дейін жыл сайын қайта отырғызылу керек. Ересек гүлді үлкен кастрюльге отырғызасыз. Ақпан айының ортасына дейін өсімдік өсу үшін күш алғанша қадағалайсыз. Оның құнарлы жерлері қажет етеді. Жапырақты жер, сазды жер, құм, қарашіріктерді. Шелектің құмның бір бөлігін қарашірікпен араластырыңыз. Ұсақталған жапырақтарды 3 бөлігін және шымның 4 бөлігін қосыңыз. Дренаждың жеткілікті болуын қамтамасыз ету үшін кастрюльдің түбіне керамзит немесе балшық сынықтарын салыңыз. Қытай раушаны тамырдағы судың тоқырлауын ұнатпайды, олар шіріп кетуі мүмкін. Алынған кастрюльге топырақ құйып, гибискусты отырғызыңыз. Гибискус бұл гүлді жаңа қашу жасауға итермелейді. Оның ұшындағы бүршіктер пайда болады. Үлкен кастрюльдегі үлкен зауытты жерді ауыстыру арқылы тек жердің үстіңгі қабатын шамамен 5 см тереңдікте алып тастап, оны жаңа қоректік
қабатпен алмастыруға болады. Егер сіз күзде және қыста гүлді жарықпен қамтамасыз ете алмасаңыз, мамыр айында қашуды кеспеңіз. Гибискус 3 айдан асқан өскіндерде гүлдейді. Жазда сіз бүршікті күтпеуіңіз мүмкін. Гибискусты бірнеше апта бойы қайта отырғызғаннан кейін оны жас табалар белсенді түрде су іздеп жаңа топыраққа өніп шығуы үшін оны табаға ғана суғарыңыз. Яғни төбектің астына шұңқырлы тарелка қойып, соған су құйып қойсаңыздар, суды өзіне сіңіріп алады. Жақсы жарықтандырылған жерлерді жақсы көреді, бірақ күн сәулесі тікелей түспейді. Диффузиялық жарық тюльді немесе басқа мөлдір матаны немесе калка сияқты қағазды пайдалана отырып жасалуы мүмкін. Егер жарық жеткілікті болса, гибискус жылдың көп бөлігінде гүлдеуге дайын. Ыңғайлы өсу температурасы +25 градус, +30 градус жоғары температурада гүл бүршіктері түсе бастайды. Гибискусты ерекше ыстық күндерде көлеңкелеңіз. Гүл құмырасындағы топырақтың тым ыстық болуына жол бермеңіз. +15 градус төмен температурада өсімдік гүлденуді тоқтатады. Жазды гибискусты балконға шығаруға болады. Оның жапырақтары күнге күйіп қалмағанын назар аударыңыз. Егер бұл мүмкін болмаса, үйде эфирді ұйымдастырыңыз, бірақ жобалардан аулақ болыңыз. Қытай раушанының күн шуақты күндері немесе бумен жылыту кезінде мол суаруды қажет етеді. Суару үшін жақсы бекітілген жұмсақ суды қолданыңыз. Ылғалдың жетіспеушілігі мен жапырақтардың тургоры төмендейді. Олар құлап кетуі мүмкін және өсімдік өледі. Гибискус күндіз кеуіп кету үшін оны таңертең ерте суарған дұрыс. Егер табада су көп болса, тамырдың шіріп кетпеуі үшін оны төгіп тастаңыз. Ауа температурасы төмендегіден де күн сәулелері азаяды. Жердегі камманың ылғалдылығын төмендетеді. Гибискус жапырақтарына жыл бойына бүріккіш бөтелкеден жақсы бекітілген жыл сумен шашу керек. Ауа қазірдің өзінде суық және ылғалды болған кезде және бумен жылыту әлі қамтамасыз етілмеген уақытты қоспағанда. Қарқынды өсу мен бүршіктің пайда болуымен гибискус тамақтандыру қажет етеді. Стандартты гүлді өсімдік тағамдарына абай болыңыз. Қытай раушаны көп мөлшерде фосфорды ұнатпайды. Гүлге арнайы жасалған тыңайтқыштарды қолданыңыз. Көктемге жазғы кезеңде құрамында азоты бар қосылыстар қолайлы, олар гүлденуді ұзартады. Күзде және қыста фосфоры бар тыңайтқыштарды қолданыңыз. Егер өсімдікте жапырақты жасыл жапырақтар болса, бірақ аналық безі болмаса, онда сіз оны азотты тыңайтқыштармен толтырғаныңыз жөн. Апталық тамақтандыруды тоқтатыңыз. Сіз қант ерітіндісімен тамақтандыра аласыз. Жарты шай қасық ерітілген қантты 1 стакан суға қант құйып, кастрөлдегі топырақтың үстіне құйыңыз. Дәл осы шешім гибискустың жапырақтарын күн сәулесінде күйдірсе құтқарады. Оларды тәтті сумен бірнеше күн қатарынан сүртіп отырыңыз. Таңертең ерте немесе күн батқаннан кейін салқын күндері үйдегі гүлді тамақтандырыңыз. Тыңайтқыш аптасына 1 рет төгілген топыраққа құйылады. Гибискус әдемі сыртқы түрімен танымал және ұнайтын өсімдік. Дегенімен гибискус тек эстетикалық және сәндік қасиеттерге ие емес, сонымен қатар емдік қасиеттерге ие және оны косметикада қолдануға болады. Көбінесе ол тарт дәмі бар шай ретінде немесе үйде пайдаланылған компот қоспаларына беріледі. Гибискус туралы не білуге болады? Гибискус дәлірек айтқанда, яғни биіктігі 2,15 метрге дейін жететін
бір жастағы бұта. Бұл бұтаның түрі орталық және батыс Африкада және оңтүстік шығыс Азияда кең таралған. Гибискус Американың тропикалық және евразиялық Гавайда да кездеседі. Гибискус сонымен қатар Қытай раушаны немесе судандық малоу ретінде белгілі. Гибискус гүлдері үлкен мәнерлі, керней тәрізді және қызғылттан қызылдан сарыға дейін реңдері бар. 5 жапырақшадан тұрады. Гибискустың гүлінің ені 4-тен 15 сантиметрге дейін өседі. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнап жатса лайк басып тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Рахмет.